Жалпы қазір сіздерге осы прop компания дегеніміз не, жалпы ол жер қалай жұмыс жасайды, бұл компаниялар не үшін керек, жалпы қалай сатып аламыз деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы презентация түрінде сіздерге полностью түсіндіріп беремін. Жалпы прop компания дегеніміз не? Давайте таныса кетейік. Прop компания трейдерлерге өз капиталын сауда жасауға мүмкіндік беретін компания. То есть бұлар трейдерларға ақша береді. Сіздер бұл компанияларға как трейдер ретінде жұмыс жасай аласыздар. Бұл компанияларда ақша бар. Сіз бұл компанияға трейдер болып келесіз, бұлардың капиталымен сіз сауда жасайсыз. Соответственно, табысы компаниямен өзара бөліп аласыздар. Маңызды пункттер, то есть сіз өз ақшаңызбен емес, компанияның ақшасымен сауда жасайсыз. Олар инвестор емес, трейдер іздейді. То есть олар сізге ақшаны беріп қоймайды. То есть сіз оларға жұмысқа кіресіз. То есть сіз қызмет көрсетесіз и пайдадан процент аласыз. Өзіңіз өзара табыстан процент. Мысалы, енді жақсы трейдерлер болатын болса, бірақ өз капиталы болмайтын болса, вот прop компаниялардан шот сатып алсаңыздар болады. То есть сатып алғанда олардың определенный экзамендерінен өтулеріңіз керек. Олар тоже любой адамды жұмысқа ала бермейді. Олар тоже өздерінің требованиясы бар. Сол требованиядан өткен адамдарды ғана жұмысқа алады. Егер осыларға жұмысқа кірсеңіз, сіздер жаңағыдай үлкен капиталмен жұмыс жасауға мүмкіндік аласыздар. То есть қарапайым аналогия, бұл такси жүргізуші сияқты, көлік сіздікі емес, бірақ сіз жүргізесіз, табыстан үлес аласыз деген сияқты. Так, прop компания туралы енді кішігірім айта кеттім. Так, ережелер қандай? Екі этапты тұратын тест тапсыр. В основном көп прop компаниялар да бірдей экзамен. Бұл прop компаниялардың түрлері тоже өте көп қазіргі таңда. Бір ғана прop емес, там жүздеген прop компаниялар бар, и барлығында по идее экзамендері бірдей, ұқсас, бір-біріне ұқсас. То есть көбіне сол екі этапты тест тапсырасыздар. Бірінші этапта депозитке 8% жасау керек. То есть кәдімгідей торговать етесіз. Басында сізге өтірік ақша береді, там $5,000, $10,000 сіз өзіңіз таңдаған шотыңызға байланысты. Олар $5,000-дан $200,000-ға дейін шотты управлениеге береді. Мысалы, ең арзаны бізде $5,000 шотты сіз экзамен сатып алсаңыз, то есть бұл дегеніміз как ОБТ тапсыру үшін тест-центрге сіз ақша төлеп ОБТ тапсырасыз ғой, сол сияқты. Бұлардың экзамен тапсыру үшін сіз бір кішкентай сумма тапсырасыз. Мысалы, $5,000-лықты где-то бір $30-32, $15,000 дейін. Сон бірінші этаптан егер $5,000-ға сіз 8%, яғни $400 жасауыңыз керек. Допустим, $10,000 деп елестетейік, $10,000-ға 8%, яғни $800 жасауыңыз керек. При этом шектеулер бір күнде 4% жоғалтуға болмайды. Егер жоғалтып қойсаңыз, депозитіңізді алып қояды. Сіз көп адам ойлайды, мен мысалы проптан шотымды сливать етпесем қарыз болып қалам ба деп. Жоқ, олар сізге бүкіл сумманы минусқа жіберуге де мүмкіндік бермейді. Уже общий 8% минус болсаңыз, сіз уже олар жұмыстан шығарып жібереді деген сияқты. Шектеулер бір күнде 4% жоғалтуға болмайды. Мысалы, $10,000 шот болатын болса, $400 бір күнде жоғалтуға болмайды. И общий 8%, мысалы, бір күнде 4%, екінші күнде тағы 4% жоғалтсаңыз, общий 8% болады да, сонымен сіз уже ол шоттан айырылып қаласыз. Егер осы минустарды жасамай, бірінші этапта 8%, екінші этапта 5% жасасаңыз, онда смело сізге реальный ақша береді уже. Мысалы, мына екеуі бізде демо болатын болса, сізге уже осы екі этаптан өткен соң реальный ақша береді. Яғни $800 жасағандан соң, новыйдан $10,000 шоттың логин, паролін сіздерге почтаңызға жібереді да, сіз метабисіңізге қосып алып, тағы да торговать етесіз. Уже екінші этапта 5% жасайсыз, сонымен уже реальный $10,000 шот аласыз. Ол жерден уже көбіне 80-20 бөліп алады. Проптың плюстарын айтатын болсам, то есть өз ақшаңызбен тәуекел, өз ақшаңызбен рисковать етпейсіз, үлкен капиталмен жұмыс жасап үйренесіз, психологияңыз өседі, дисциплинаңыз қалыптасады и кәсіби орта. Енді кәдімгідей нағыз трейдер маман сияқты үлкен капиталмен жұмыс жасап, кәдімгі профессионал түрде айналысатын боласыз. Кімге көбірек керек, керек емес. Керек жүйесі бар трейдерларға, риск сақтай алатын адамға и сабырлы адамға. Керек емес әрине азартниктерге, тез ақша іздейтіндерге и дисциплинасы жоқ адамдарға. Егер сіз мықты трейдер болсаңыз, бірақ өзіңізде сауда жасайтын капитал аз болса, там $20-30, $100 айналысы болса, онда прop компаниялар сіз үшін таптырмайтын негізгі мүмкіндік. Қалай сатып аламыз? Пропты отзывына қарай тексеруге болады. Proffer Match дейтін сайт бар. Сол жерден примерно тексеріп алсаңыздар болады. Примерно енді барлық прop компанияларда $5,000 шот, самый минимальный $32-36 арасында тұрады. То есть экзамен $32-36. Экзамен өте алмасаңыз $32-36 ғана күйіп кетеді. Көбіне пайда 80-20 трейдердің пайдасына. Мысалы, $100 тапсаңыз, соның $880 сіздікі 20% как prop компания бересіз. Енді бұл жерде вывод күн сайын емес, екі аптада бір рет болады в основном.
осы профирм матч дегенге кірсеңіз болады. Енді мен прям мынандай пропты ал деп ұсынбаймын. Осылайынан өздеріңіз тексеріп қарап көрсеңіздер болады. Көбіне өзім сауда жасайтын проптар Funded Next, The5 Years дейтін бар, и жаңағыдай Funding Pips тоже қазір болады, тоже жақсы проптардың бір. Мына жерде мысалы отзывына қарай көрсеңіз болады. Funded Next дейтін бар екен. Міне E8 Markets, Bright Funded дейтін, Funding Pips, The5 Years дейтін жақсы, осы тоже Funded Next. Но енді барлығында по идее одно и то же условиялары, бағалар. Мысалы Funding Pips көріңіздер. Жазасыздар Funding Pips деп. Funding Pips мысалы. Кіріп көрейік. Қазір көреміз бағаларын, жаңа условияларын деген сияқты Funding Pips-қа кіріп көрдік. Астында мына жерде мысалы екі этапты экзамен, екі этаптығын жазамыз. Мысалы $5,000, $10,000 шотты алайық, $66 тұрады екен. $66 қайда кетіп жатқан $66, осыған өзіңізді алып экзаменді сынап көрсеңіз болады. Міне максимум лосс, яғни 10% жоғалтпауыңыз керек, бір күнде 5% жоғалтпауыңыз керек. Общий сіз 8% жасап, екінші этапта 5% жасасаңыз, уже мастер шот аласыз. Мыналар пока экзаменнің шоттары, демо шот болады осы екеу. Уже осы екеуін өтсеңіз, мастер шот аласыз. Так, минимум трейдинг дейс, то есть минимум 3 күнде өту керек. Көбісі ойлайды, мен определенный уақытта өтуім керек. Жоқ, хоть бесконечно өте бересіз. Бір жылда тапсырсаңыз өзіңіз білесіз. Бірақ 1-2 күнде сразу тапсырып тастауға болмайды. 3 күннің ішінде асықпай дұрыс өту керек. То есть асықпай жаңағыдай реально өзіңіздің стратегияңызбен жұмыс жасау керек. Егер мынау алу видеолары тоже, обычный просто buy challenge-ді басып, мына жерге регистрация анау-мынау өтесіз, сатып аласыз. Прям сатып алу қиын болып жатса, менің YouTube-ымда Funded Next дейтін мен проп компаниядан шот алғам, соны түсіргем. Ажихан Тұрсынбаев деп жазсаңыздар YouTube-қа. Мына жерде менің каналым шығады. Осы жерде видео деген жерде өздеріңіз тауып аласыздар. Мына жерде қалай проп шот сатып аламыз дейтін видео бар. Мына жерде мен түсіндіргем. Осы Funded Next дейтін проп компания бар. Содан шот алу түсіндіргем. Енді өздеріңіз білесіздер, әркім өзінің жаңағыдай ойлауына қарап проп алады. Мен мынаны ал демеймін. Любойын алсаңыздар болады. Мына жердегі топ проптың любойын алсаңыздар болады. И әрқайсында примерно ценалары әртүрлі, и условиялары чуть-чуть бір-бірінен отличается. И жаңағыдай ережелерін тоже оқып алыңыздар. Мысалы, Funding Pips дейтін проп компанияда жаңалық кезінде торговать етуге болмайды. Бұның барлығын өздеріңіз мына жерде ережелер болады. Terms of use дейтін, мысалы, осыларды оқып қараңыздар. Орысшаға переводтаңыздар да, әрқайсысын оқып қараңыздар. Біреулерінде, мысалы, бір сделкаға 1% рисковать ету керек, басқа дейтін жаңағыдай правилалар болады. Мысалы, IP адрес біреу торговать етіп бермеу керек деген сияқты. Мысалы, Funded Next-те экзамен өткен соң кішігірім интервью болады, сен қалай торговать еттің деген сияқты. Ол Funded Next-тің адамдарымен кішігірім сөйлесу. Мынада жоқ бірақ. Вот әрқайсысын өздеріңіз қарап, правиласын оқып, осылайынан сатып аласыздар. Мен осы видеода проп компания туралы полностью айтып бердім, достар.